Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Біздің артымызда бақытты отбасылар мекен еткен Аршалыда тұрмыз. Астананың дәл жанында тұрған бұл жерде 250 үй салынатын учаскелер дайын. Яғни светі, суы бәрі тартылған. Біз осы бағдарламаны 2014-тен бастап ойластырған кезде қандай қиындық болса да ажыраспаған отбасыларға үй берсек екен, және де тегін берсек екен, қашан бізде осындай программалар болады деген біздің ішке ыза тектен қайнап шыққан жобалардың бірі. Бірақ енді оның әрісінен айтатын болсақ, бала күнгі армандарымызда бар екен рас. Осындай зәулім үйлерді тек қана бақытты болған үшін тегін беруге болады ғой. Осындай бай мемлекетте кедей өмір сүруіміз мүмкін емес. Бұл біздің өзіміздің қолымыздан келгенше жасап жатқан жобаларымыздың бірі. Әрине бұны енді сіздерге арнаймыз. Құрметті достар, сіздерге не пайда деген армандарды ақшамен ауыстыратын адамдарға мен сіздерге айтқым келеді. Бұл менің бала күнгі арманым. Қайтадан 1000 рет, миллион рет айтсам да шаршамаймын. Бір жағынан қарасаңыздар, қазіргі уақытта бізде осы жерде 3-ші үйді дайын тұр. Бұл үйлердің бәрі тек қана бақытты отбасыларға беріледі. Сонымен қатар мына жерде 2 үйдің тағы да құрылыстары салынғалы тұр. Алла қаласа бұны да жақын арада бітіргіміз келеді. Жалпы негізі осындай үйлерді көбірек салсақ, осындай отбасыларды көбірек бақытты екенін астын сызып тұрып айтсақ, елімізде бақытты отбасылар көп болады. Отан отбасынан басталады, ал отбасы адамдардан құралады. Ал адамдар міндетті түрде жақсы адамдар болуы тиісті. Жақсылық жасағанымыз дұрыс қой. Ал енді бізді тағы да қайтадан айтамын. Не үшін жасайсыздар деген сұраққа мен сіздерге көп айтқым келмейді. Бірақ бұның бәрі ақша, атақ, даңқ үшін емес. Аллахтың ризашылығы үшін еліміз, жеріміз бай мемлекетте кәдімгідей бақытты өмір сүру үшін жасап жатырмыз. Ал құрметті достар, отбасыларға келгеннен кейін әрине шай ішеміз, отырып әңгімелесеміз, балалармен біздің балаларды араластырамыз. Бұлардың бәрі міндетті түрде ертең еліміздің, отанымыздың, өркениеттің, адамзаттың, исламның дамуына ықпал ететін нағыз бақытты жандар. Банктердің жылтырақтарына алдана бермеңіздер. Өйткені олардың бәрінің келешекте хозяиндары қазақ бола бермейді. Сондықтан кімге құлдыққа өзіңізді өткізесіз, кімге құл боласыз. Сондықтан тағы да қайтадан айтамын. Бүгін ішімді ызасын қайнататын Қазақстанның мүфтияты ма, білмеймін, әйтеуір діни қызметкерлер банктың блогерлармен ауыз жаласып жатқан көрінеді. Білмеймін қалай екенін, әйтеуір банктың процентін 2 еселеп, кейін төлей алмай қалса тартып алатын жобасын исламмен шамалы араластырғысы келеді екен. Құрметті достар, мен енді Қазақстан мемлекетінің азаматы, патриоты, осы елім үшін жан беретін азамат ретінде айтамын. Ондай нәрселер өтпейді. Қадірлеріңді кетірмеңдер, құрметті мұсылман бауырлар. Соны зерттеп білетін ғалымдар. Алданбаңыздар ешқандай нәрсеге. Бір жылтырақтарды көріп алып, немесе бір интерестерің үшін әркімнің айтқанына ере бермеңдер. Біз расымен де ақша үшін жұмыс жасамаймыз. Ақыретімізді ойлаймыз. Артымызға, елімізге аманат етіп қалдыратын осындай жобаларды ойлаймыз. Бұны сөзбен айтып жеткізу қиын әрине. Бұған дейін де істегенбіз. Бұдан кейін де істей береміз. Бір артық ақша тапсам, осы жобаларды жүргізуге ішімнен осыған сөз бекіткен едім. Аллах куә, соны жасаймыз, жасай да береміз. Ең бастысы халық соны түсінсеңіздер болды. Ең бастысы сіздер кейін құлдыққа өтіп кетпесеңіздер болды. Айтайық, сіз үй алдыңыз. Үйдің документі банкте болса, ал банктың документі келешекте Ресей болатын болса, Қытай, Африка, Америка болатын болса, қандай тәуелсіздік туралы сіздер балаларыңызға айтасыздар. Арттарында не қалдырасыңдар? Ал мына бала-шағалардың бәрі осы бақытты отбасынан шыққан, міне қаншама отбасылардан шыққан балалардың бәрі біз жасаған жұмыстарды өздерінен кейінгі бала-шағаларына, туыс-туғандарына, еліне жасаса, біздің ел мынандай болады. Ең бастысы алданбаңыздар ағайын. Сіздермен Асыл Адам қоры және де Аманат драйвтың барлық жобалары, халықтық жобалармен бірге болыңыздар. Өйткені оның иесі де, киесі де халық. Жақсы күндерде кездескенше.